Менің атам Арғынбайұлы Шағыр. 1941 жылы Ұлы Отан соғысына кетіп, содан оралмаған. Соғыста хабарсыз кеткендердің қатарында ауылымыздағы ардагерлердің тізімінде жазылып тұратын. Өкінішке қарай, атамыздың қай жерлерде соғыста болып, қай жерде қаза тапқаны белгісіз. Атам соғысқа кеткенде менің әкем Уалхан 3 жаста, үлкені Насихат 10 жаста, Дәуітхан, Уатхан деген ұлдары 5-6 жас шамасында қалған екен. Атамыз Шағыр сол соғыстан оралмаған. Әкем Уалханның өзі әкесі туралы ештеңе білмей өскен. Сол кездегі атамыздың көзін көрген ауылдың қариялары: "Сенің әкең көзі өткір мерген адам болған, ашаршылық жылдары аң атып әкеліп, бүкіл ауылды асыраған" деп айтқан екен. Атамның артында қалған ұлдары мен қызы Насихат жастайынан еңбекке араласып, тылда жұмыс істеген. 13 жасынан бастап еңбекке араласқан. Кейін тыл ардагері болып, осыдан 13 жыл бұрын 84 жасында қайтыс болды. Жастайынан үлкендермен бірге егін, шөп ору науқандарында жұмыс істеп шыныққан өте еңбекқор жан еді. Сол кездегі балалығын соғыс ұрлаған, ерте есейген қайран біздің әкелер. Өзімнің әкем Уалхан мал дәрігері болып зейнетке шыққанша қызмет жасады. Ағасы Дәуітхан озат шопан болып 70-ші жылдардың аяғында 40 жасында қайтыс болды. Үшінші ұлы Уатхан 25 жасында ауырып қайтыс болған екен. Өкінішке қарай артында ұрпақ қалмады. Осылай әкелері соғыстың құрбаны болып, жастай қалған ұл қыздары әкенің қамқорлығынан айырылып, Жетіатаға дейінгі жалғасқан тарихы мен шежіресінен алыстап, жігері жасыған соғыстан кейінгі ұрпақ қалыптасты. Әкемнің шешесі Қима апам өте жуас адам еді. "Апа, шалың соғысқа кетті ме?" деп балалықпен сұрайтынмын. Үндемейтін еді. Өзі текті, ауқатты әулеттің қызы болғаннан кейін жастайынан көрген бейнетінің зардабы болды ма, әлде өмірден ерте кеткен екі ұлының қайғысы еңсесін басты ма? Ешкімге ашылып сөйлемей, үкіметтен еңбегінің зейнетақысын да ала алмай, 90-шы жылдардың басында 80-нен асып қайтыс болды. Мен туып өскен ауыл кезінде Комсомол деп, кейін өзінің бұрынғы атауы Кәкен Талды болып өзгерді. Екі сайдың ортасындағы ағып жатқан өзені бар, 30 үйлі, ынтымағы мен берекесі жарасқан, малын бағып, үлкені кішісін сыйлап, кішісі үлкенін құрметтеген берекелі ауыл еді. Азғантай ауылдың ішінде 2-3 отбасы Санияздар еді. Туыспыз деп жақын тартып жүретінбіз. Санияздың ережебіміз дейтін әкем. Ары қарай бізге айтпады ма, әлде бізде қызығушылық болмады ма, әлде өзі де білмеді ме екен? Одан ары тарайтын аталарымыз үзіліп, соғыста хабарсыз кеткен атам Шағыр мен оның әкесі Арғынбай атамыздың аттарын ғана білетінбіз. Тарих қанша көмескілегісі келсе де, ел аузында қалған Санияз Қамбар төренің Зайсан өңірін билегенін, ықпалды, атақты адам болғанын білетінбіз. Біз де Саниязбыз ғой деп ішімізде мақтаныш болатын. 90-шы жылдардың аяғы мектебімізде қыз сыны, жігіт сұлтаны деген байқаулар болатын еді. Соған қатыспақшы болған бауырларыма Жетіатасын білу керек болған. Біздің білетініміз Саниязда Нережеп. Одан ары ортада аталарымыз үзіліп, белгісіз болып тұр. Білетін үлкендер аз. Не істеу керек? Ауылымызда ферма меңгерушісі болған Құмыр ағамыздың шешесі елдің бәрі Молда апа деп атап кеткен. Сол апамыз: "Сендер Ережептің Наурыз деген атасынан тарайсыңдар" деген екен. Алланың құдіреті, осы бір нәрсе себеп болып, өзіміздің Ережептен кейін Наурыз деген атадан тарағанымызды білдік. Кейін тұрмысқа шығып, жан-жаққа тарап кеттік. Әкеміз өмірден өтті. Әркім өз тіршілігімен әуре болып, отбасы, бала-шағаның қамымен тіршілігімізді ойлап кеттік. Біртіндеп, рухани жаңғыру деп, әр ата ұрпақтары ас бере бастады. Қайын жұртым Шотай бабаның асына дайындық жүріп жатыр. Шежірелері жазылып жатыр. Мәре сәре қуаныш. Арғы беттен келген ағайындар ортақ топ ашып ақылдасып, бір-бірімен танысып, асқа қызу дайындық үстінде. Менің Санияздарым қайда? Біз неге үнсізбіз? Арғы беттен келген ағайындарды кезіктіріп қалсам, руын сұраймын. "Санияздарды білесіз бе?" деймін. "Ой, төре екенсің ғой" деп бір ағамыз күледі.
Бізде арғы бетте төреден қыз алып қашпайды, олар қиын болады деп қояды. Бірде Зайсаннан автобуста арғы беттен келе жатқан ерлі зайыпты адамдармен бірге келдім Алматыға. Не деген бос жатқан кең байтақ жер деп таң қалып отырды. Әңгімелескім келді. Ол кісілер менен алшақта отырды. Асханаға тоқтаған кезде, аға, Саняздарды білесіз бе деп сұрадым. Төрелер ғой, ала жылқылы байлар ғой, оларды білемін деп ағамыз жымиып қояды. Бар екенбіз ғой деп қуанып қалдым. Бұл 2000 жылдардың бас кезінде болған жағдай. Кейін ғаламторды ақтарып отырып, Санияз деп іздеймін. Ешқандай мәлімет жоқ. Санияздардың шоғырланған жері Зайсан, Қарабұлақ дегенді бұрыннан білеміз. Аталарым кім болды екен, қалай өмір сүрді екен деп үнемі ойланып жүретін едім. Бір күні телефоныма сурет келді. Еңселі, әппақ кесене. Санияз атамыздың кесенесі екен. Өскемен трассасының шетінде тұр екен деп қояды сіңілім. Қай жерде тұр? Кімдер тұрғызған? Қашан деп сұрақты жаудырып жатырмын. Бірге оқыған Санияз достарым жіберді. Өздерінің ашқан топтары бар екен. Сені кіргізіп қойсын, айтайын деді. Шынымен қуандым. Білмей жүрген аталарым табылатын болды ғой деген үмітім болды. Жұмыста жүрмін. Санияз Сұлтан ұрпақтары тобына қош келдіңіз, төрлетіңіз, төр өзіңіздікі деген аға бауырларымнан хаттар келіп жатыр. Төбем көкке жеткенде үйіме қуанып келдім. Келе сала бөлмеме кіріп туысқандармен амандасып жатырмын. Саниязбын, Ережеппін, одан кейінгі аталарымды өкінішке қарай білмеймін деп өзімді таныстырдым. Дәл қазір сен мына аталардан тарадың деп жіпке тізіп беретіндей қайта-қайта телефоныма қарап мазам кетті. Ағаларымыз бас болып, Санияз атамыздың жатқан жерін тауып, кесенесін тұрғызып қойған екен. Қаншама қыруар жұмыс атқарылған. Елдің ішінде жүріп, қалай білмей қалдық екен. Туысқандарымның тобына қосылғаннан кейін шежіреге дейінгі дайындық, ас өткізуге дайындық басталып кетті. Астан бұрын сайдың тасындай Санияздың жігіттері атамыздың басына барып Құран хатым түсіріп келді. Тарбағатай ауылына барып, жасөспірімдер арасында спорттық жарыстарын өткізіп қайтты. Шежіремізге дайындық болсын деп, Ережеп ұрпақтары деген топ аштық. Бір-бірімізбен жақын танысып, әр үйде үлкендеріміз жазып кеткен хатым қағаздан өз аталарымызды іздей бастадық. Арамыз алшақтап кеткен туыстарды іздеп тауып, аталарымыз туралы сұрастыра жүріп, Мәкібай деген атамыз болғанын білдік. Наурыздан тарағанымызды білдік. Бәрібір ортада 2-3 атамыз жалғаспай үзіліп тұр. Үмітім азайып, енді қалған аталарымды табу мүмкін емес сияқты болып көрінді. Осы аталарымды тапқаныма шүкір деп өзімді жұбатып қоямын. Күнде жұмыстан келген соң телефонда отыратын болдық. Мейрамбек ағамыз, іздестіре беріңдер, сұрастырыңдар, табылады аталарың деп бізді жігерлендіріп қояды. Әкемнен қалған төте жазумен жазылған дәптер бар еді. Кезінде аударып біразын жазып қойып едім деп, Берниса апайымыз ортаға Ақмолда атамыз жазып кеткен дәптерін жіберді. Оның ішінде менің аталарым жоқ болып шықты. Енді не істеу керек? Ортада 2 не 3 атамыз жалғанбай тұр. Осылай шежіреге кіре береміз бе деп, өзіме көңілім толмай уайымдап жүрдім. Көк кітаптағы жазылған аталарымызды неше қайтара қарап шықтық. Осылай 2 айдан аса жүрдік. Тобымызға жіберілген хатым қағаздарды салыстырып, бұрынғы жіберілген дауыстық хабарламаларды қайта тыңдап отырып, Берниса апайымыздың, әкемнің жазған жазбаларының тағы біразы аударылмай қалған беттері бар еді. Құран оқытқан кезде сол дәптерлердің бәрін үстелге қойып қоямын деп айтқанын байқап қалдым. Бірден Бейбітке хабарласып, Ақмолда атамыздың аударылмай қалған жазбалары бар екен. Соны тағы қарап, төте жазуды білетін ағаларымызға оқытып алайық деп қоямын. Алтын шыққан жерде белден қаз дегендей, ертеңінде Берниса апайымыз төте жазумен жазылған дәптерін жіберді. Оны аударып, оқып бер деп Қабай бауырымызға жіберіп қойдық. Соңғы үмітіміз осы болды. Үмітім алдамаған екен. Қабай бауырым таза даусымен саңқылдап оқып жатыр. Міне керемет, менің таба алмай жүрген аталарымның есімін тізіп оқып жатыр. Мәкібай, Қатыш, Өтеұлдары, Арғынбай, Бойқы, Зейнеп, Беже, Мәкібай ұлдары. Қуанғанымнан қайталап тыңдай бердім. Өте деген Наурыздың тұяқ деген атасынан тарайды екен. Осылай 7 атамды түгендеп,
Есімдерін естімеген аталарымды тауып, төбем көкке бір елі жетпей қалды десем де болады. Осыншама Санияз ұрпақтарын дәптерге түсіріп, қалдырып кеткен Ақмолда атамыздың ұқыптылығына, кейін керек болар-ау деген көрегендігіне өз басым өте разы болдым. Атамыздың жаны жәннатта болып, ұрпақтарымен мың жасасын. Осылай неше айға созылған шежіремізді түгендеп, мойнымыздан бір жүк түскендей болдық. Шежіреден қалып қалмасын деп, өзіміз танитын туыстардың бәрін тартуға тырыстық. Шежіре жазуда атамыздың жазбаларын сақтап, бізге жеткізген Бернеса апайымызға мың алғыс. Компьютерге түсіріп, жеке-жеке хаттап отырған Бейбітке мың алғыс. Төте жазуда аударма жасап беріп отырған Қабай бауырыма мың алғыс. Ең соңында осы істі қадағалап, бізге бағдар беріп отырған Мейрамбек ағамызға мың алғыс. Шежіреміз тиянақталған соң, атамыздың асына дайындық басталып кетті. Санияздың қыз келіндері деген тобымызды аштық. Азаматтарға көмектесейік, біз де өз үлесімізді қосайық деген оймен тобымызды ашқан Күләзат әпекеміз күнделікті: қыздар, ортаға шығыңдар, өз ойларыңды айтыңдар деп бізді қадағалап отырды. Тобымыздағы жеңгелеріміздің белсенділігі ерекше болды. Нұрлан, Роза, Сақай, Бақытгүл, Ләйла, қыздарымыз Гүлжан, Гүлжанат, Сағыныш, Гүлмира, әпекелеріміз Бикамал, Бақаш, тағы да басқа көптеген қыздар мен жеңгелеріміз, келіндеріміз белсенді болды. Тойдың болғаннан болары қызық дегендей, бәрінің тілегі астың жақсы өтуі болды. Барлық Санияз баласының бір жерге жиналуы осы болған шығар. Алматыдан шыққан автобус атамыздың жатқан жері Аягөз өңірі Санияз қабағына қарай беттеп келеді. Ерекше сезім, көңілің толқ етін бір сәт. Бәріміз, әне, атамыздың кесенесі көрінді деп қуандық. Талай ғасырларды артқа тастап, үнсіз, мүлгіп, атамыз жатқан жер жан біткендей мәре-сәре. Автобустан түсіп, туыстар бір-бірімен қауқылдасып, көрмеген, тек дауысын естіп жүрген ағаларымызды көріп мәз болып қалдық. 2 күн бұрын келіп, жігіттер киіз үйлерді тігіп қойған. Бәрі бірдей ақшаңқан үйлер. Ертерек барып, жұмыс істеген жігіттерге тамағын дайындап, шәугімін көтеріп жүгіріп жүрген қыздарымыз бен жеңге келіндерімізге разы болдық. Киіз үйдің көлеңкесінде жеңгеміз бен Еркінбек ағамыз отыр екен. Күнде телефонның дауысын естіп, тарих пен шежірені құлағымызға құйып жүрген ағамызды көріп қуанып жатырмыз. Рапиға ағамыз, Мәукен, Нүкеш ағаларымыз, бауырларымыз, қарбалас жұмысқа кірісіп кеткен. Сахна құрылып жатыр. Қыз келіншектер қазан ошағын дайындау үстінде. Бір керемет сәт. Жотаның үстінде Санияз бабамыздың кесенесі әппақ болып жарқырап тұр. Кірген шыққан сайын қарап қоямын. Ертең бірақ барасыңдар, бүгін жұмыстарыңды бітіріңдер деп қояды Бейбіт құрдасым. Атамыз төбенің үстінде жатыр. Етегін ала, киіз үйлер тігілген екен. Бейне бір атамыздың шапанының етегіне оранып алғандай. Жігерленіп, жолдан шаршағанымызды ұмытып іске кірісіп кеттік. Ағаларымыз батасын жасап мал сойып жатыр. Қыздардың бір бөлігі ішек қарын ашуға, бір бөлігі тойханадағы дастархан жабығын жасауға, бір бөлігі қазан ошақ басында қалдық. Жеңгелеріміз қандай? Ахат ағамыздың үйіндегі жеңгеміз ертерек барып қызмет жасап жүрген. Қателеспесем, Жарқын ағамыздың үйіндегі жеңгеміз мен танып үлгермеген жеңгелерімізбен қыздарымыз зыр жүгіріп дайындық үстінде болды. Түс ауа дастарханға салынатын азық-түліктерін теп, Зайсаннан Гүлмира мен жездеміз келіп қалды. Дастарханымыз жайылып, қазан ошағымыз қайнап, атамыздың ауылы ұрпақтары жиналып, берекесі кіріп, Абай атамыз айтқандай: жаздыгүн шілде болғанда, көгорай шалғын бәйшешек ұзарып өсіп толғанда, күркіреп жатқан өзенге көшіп ауыл қонғанда, шұрқырап жатқан жылқының шалғыннан жоны қылтылдап, ат айғырлар биелер бүйірі шығып ыңқылдап, суда тұрып шыбындап, құйрығымен шылпылдап, арасында құлынтай айнала шауып бұлтылдап, жоғары төмен үйрек қаз ұшып тұрса сымпылдап, қыз келіншек үй тігер бұрала басып бұлқылдап, ақ білегін сыбанып, әзілдесіп сыңқылдап. Кешкісін барлық Санияз ұрпақтары жиналып Құран оқылды. Сыйлы қонақтарға тойханада қонағасы берілді. Ертеңгі күн қарбаласқа толы. Ешкімнің уақыты болмайды-ау деп қонағасы берілген соң,
Ереже ұрпақтарының дастарханынан дәм татуға шақырдық. Ағаларымыз бен жеңгелеріміз келіп, әндерін айтып, шаршағандарына қарамай біраз болып, әңгімелерін айтып жақсы қайтты. Жеңгелеріміздің иығына орамалдарын жауып, Мейрамбек ағамыз бен Еркін ағамызға арнайы жасалған домбырамызды сыйға тартып, түнгі 3-тен аса, шаршағанда Қаратас мамық болар дегендей, Санияздың үш қызы Бикамал әпекеміз бен Бәтегүл сіңілімізді ортаға алып, Алла, ертеңгі күнімізді сәтті, сауапты ете көр деп тілеумен атамыз жатқан мекенде біз де демалып алуға жантайдық. Таңертеңмен аспан түнеріп, жел соға бастады. Ол жердің желі қатты болады. Киіз үйді арқанмен мықтылап бастыру керек деген Мейрамбек ағамыздың сөзі есімізге түсіп уайымдай бастадық. Таңғы шайымыз ішіліп, әркім өзіне бөлініп берілген жұмысына кіріскенше, жауын себезгілеп, жердің шаңы басылып, не ыстық емес, не салқын емес, жайма шуақ бір күннің райы өзгере қалды. Халық жинала бастады. Ауылдан бір қойын сойып алып келген Талғат ағам мен Бақытгүл жеңгем келіп қалды. Әпекеміз Күлшира да осы ортадан табылды. Шайымызды қайнатып, келген адам аш кетпесін деп бәрін төрге шығарып, шамамыз келгенше күтіп жатырмыз. Дастарханымыз мол, етіміз асылып жатыр. Зайсанның сары қымызын сапырып төрге шыққан ағаларымызды күтіп жатырмыз. Жолдың алыстығына қарамай, келіп қалған Қайырбек ағамыз, Мырзан ағамыз жеңгемізбен төрімізде отыр. Болмыстарынан өз әкемді көргендей болдым. Бір қаннан жаралғаннан кейін ұқсамаулары мүмкін емес шығар. Қастарына отырып әңгімелесіп, білмегеніңді сұрағың келеді. Әттең, уақыт болмады. Өте тығыз, күтетін қонақтарымыз бар. Амандық болса, ағаларымызбен әлі де жолығармыз деген ниетте болдық. Астың ең әсерлі тұсы атамыздың кесенесіне барып Құран бағыштау, басына қойылған ескерткіш тасының ашылуы болды. Жалтай ағамыз Құран бағыштады. Ескерткіш тасын қаржы шығарып жасатқан Мұхтар мен Тасқын бауырымыз ашты. Апаларымыз шашуын шашып, ақтығын таласа тармаса ырым етіп бөліп алдық. Атамыздың кесенесі жанына барғанда өте еңселі, ерекше екен. Ішіне кіріп, оқылған Құранға қол жайып шықтық. Осы кесененің құрылысына еңбегі сіңген Мейрамбек ағамыз бастаған әрбір азаматтың көңілінде өзіне деген мақтаныш болатын шығар. Болашақ Санияз ұрпақтарының темірқазығына айналар осы мекеннен, атамыз жатқан қасиетті төбеден, етегіне жағалай тігілген ауылға қарай аяңдап түсіп келеміз. Алдымызда қасына немересін ерткен Еркінбек ағамыз кетіп бара жатыр. Ұрпақтан ұрпаққа жалғасатын, көзімен көріп, көңіліне түйіп алсын деген қазақтың даналығы шығар. Санияз бабамыз ұрпақтарымен мың жасасын. Алдымызда аламан бәйге, айтыс, балуандар күресі және тағы да басқа іс-шаралар күтіп тұр. Атамыздың басына Құран оқылғаннан кейін ақындар айтысы, балуандар күресі, тойханадағы үлкен астан кейін аламан бәйге болатын болды. Біз өзімізге тапсырылған үлкен үйге қонақтарды күтумен болдық. Кешкі ас тарқағанға дейін қонақ үзілген жоқ. Ақжар ауылының бас имамы Найманның азаматтарымен келіп, тілектерін айтып, тілеулес болып кетті. Ерсін бауырымыз бастап әкелген балуан жігіттер өз алғыстарын айтып, дастарханымыздан дәм татып кетті. Бас жүлдені алған балуан жігітіміз өте тартысты сайыс болды. Республика көлемінде аты шығып жүрген балуандарымыз осы сайысқа келді. Өте жоғары деңгейде өтті деп, Санияз ұрпақтарына разылығын білдірді. Ақындар айтысы да өте жақсы өтіп жатты. Сейіл, Нүкеш ағаларымыз төрелігін жасап, бас жүлдені елімізге танылып жүрген Айшолпан қызымызға берді. Астың ең тартысты кезеңі аламан бәйге болды. Бағы жанған тұлпар жүлдесін алды. Көзімізбен көрмеген нәрсені жаза алмайтын болғандықтан, ол жөніндегі тартысты сәттерді ағаларымыз жазар. Осылай, жылға созылған дайындықтан соң, атамыздың асын өткізіп, туыстармен қимай қоштасып үйімізге тарастық. Ендігі Санияз ұрпақтарының арманы шежіремізді қолымызға алып, кеудемізге басар уақыттың жетуін тілейміз. Осы істе жауапты болып отырған Сейіл ағамызға және де аттары аталмаған барлық туысқандарға амандық тілейміз. Санияз ұрпақтарының әлі де болашақта істейтін істеріне Алла берекесін берсін. Өзіме арнайы естелік үшін Гүлназ Уәлханқызы, 2023 жыл қазан айы.